Сәлеметсіздер ме достар, сіздермен мөлдір. Бүгін біз сіздермен шайға тез арада дайын болатын, небәрі бір жұмыртқамен жасалатын осындай жұп-жұмсақ, тәтті панкейкелерді бірге жасайтын боламыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды жарып, үстіне қантымызды саламыз. Содан соң венчиктің көмегімен жақсылап, қантымыз ерігенше араластыратын боламыз. Содан соң үстіне жылы сүтімізді құямыз да, тағы да жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте електен өткізілген ұнымыздың үстіне бір шай қасық разрыхлителімізді салып, бір араластырып аламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізгеніңіз абзал. Содан соң жаңағы жұмыртқалы массамызға ұнымызды осылай аз-аздан сала отыра араластыратын боламыз. Мінекей видеодағыдай ұнымызды арасында түйіршік қалмайынша жақсылап араластыратын боламыз. Және де ең соңынан ерітілген сары майымызды құйып, тағы бір араластырамыз. Осымен біздің тез арада дайын болатын панкейктерге арналған сұйық қамырымыз дайын. Қамырымыздың қоюлығы осындай консистенцияда болады. Панкейктерімізді міндетті түрде қызып тұрған табамызда екі жағы қызарғанша осылай пісіріп алатын боламыз. Мен тез пісу үшін екі табаны пайдаландым. Және де панкейктерді пісіргенде табамызды майламаймыз, құрғақ табада піседі. Сондай-ақ оттың асты өте баяу тұруы тиіс. Көріп тұрғандарыңыздай өте тез піседі. Әсіресе екінші жағы бірінші жағына қарағанда жылдамырақ пісіп шығады. Егер де осындай біркелкі шағын панкейктер болғанын қаласаңыздар, үлкен қасықпен, яғни ас қасықпен бір ас қасықтан құйып шығасыздар. Және де қызарды ма, қызармады ма аударып қажеті жоқ. Бізде осындай тесіктер пайда бола бастайды. Сол кезде біз екінші жағына аударуға болады деген сөз. Жаңа айтып өткенімдегідей екінші жағы бірінші жағынан да тез піседі. Осымен біздің панкейктеріміз дайын. Тіпті дәл қазір шайға жасап жіберсеңіздер болады. Бір ғана жұмыртқамен өте оңай әрі жеңіл рецепт. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.